Қайсырақ қиын болды? Қайсырақ қиын болды? Біз жауап бере алмаған сұрақ. Жоқ, по идее біз бәрін білдік қой, үлгермей бәрін білдік, иә. Үлгермей қалған кездеріміз болды. Мына жақ басып қойды да, сол кезде біз біліп тұрғанымыз. Сіздер 16 сұраққа жауап бердіңіз, иә? Күшті. Білімділердің додасы болып жатыр мына жерде. Өте білімді болып жатырмыз мына жерде. Кеттім мен. Сол, Аллаға шүкір, енді кезінде оқы деп қызыл қағып берген ғой мен. Қызыл қағып бергенмін, сон пайдасы тиіп жатыр. Бұзау бас дейді ғой. Мен Абылайға жан күйер едім, бұзау бастан кейін мен Расулға өттім. Міне, бұл досым қазір бүйтеді. 3-3 турда мен отам, қайтта маған келеді. Бұзау бас деген, Сен құмырсқаның ұйықтамайтын білдің ба? ұйықтамайды құмырсқа. Мен мысалы білген жоқ. Еңбекқор, өкпеш жоқ. Сен білдің ба? Қайттық, а? Сен білген жоқсың. Зухра білді. Зухра білді мысалға. Абылай айтады. Иә, күшті болды. Жау салады, иә? Жалпы қолымыздан барлығы келеді. Қолымыздан Құдайға шүкір бәрі келеді ғой. Зухра, қалайсыз? Салат дайын. Дәмі тату болады ма? Жеме, бұны аузымен тасып алып келген. Расул болса, иә? Расул аузына тістеп алып келді мына. Сен жеп атсың оны. Зухраның өзі жегісің. Мен көрдім. Зухра ханымның ең сүйікті және қолдаушысы. Иә, менің Маған айтып отыр. Ну, не знаю, Расул тістеп. Иә, бағана бірінші кезден ғана ғой. Негізі результат ондай жаман емес. Өйткені бір қияр, бір помидор, если больше болып кетсе, мен қатты уайымдайтын едім. Бірақ енді сәл кішкене Абылайдың басыңқырағы болды енді. Қалайсыздар, қайырлы күн. Бүгін финал екенін білесіздер. Бүгін мен қыздарды қолдап баратын боламын. Ақботаны қолдаймын деген, бірақ Зухраны да қолдағым келіп тұр да, өйткені екеуі де мықты қыздар. Кім жеңсе де, кім жеңілсе де, екеуі де чемпион деп ойлаймын. Екеуі де мықты деп ойлаймын. Өйткені финалға жетудің өзі мықтылықтың белгісі. Сондықтан қыздарға сәттілік деймін сіздер. Сағат 3-те Евразия каналын қосуды ұмытпаңыздар. Жақсы. Всем привет, достар, қалайсыздар? Бізде осындай ажиотаж болып отыр, қараңыздар. Бүгін бізде мынау машинаны ойнатып жатырмыз. Қараңыздаршы, не деген машина мынау, достар? Сейфолла мырза бастап, осы кісінің бастамасымен осындай күшті машина. Самый главный, қатысу тегін. Ешқандай Тем более. ақшамен ешнәрсесіз қатыспайды. Просто так, кімнің бағы жанады, немесе бабы шабады, сол алып кететін машина. Представляете, просто ештеңе міндеттелмейді. Просто реально сол осы машина до конца сап тұрған адам, сол адам осы машинаны егер атанады. Өзімді қатысқым келіп тұрсын. Кайф та. Не деген машина анау? Ал достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін біз үлкен бір проектіге келіп қалдық. Бүгін мына Лисан автокөлігін ана көріп атсыздар ғой, ұстап тұрады. Кім ұзақ ұстап тұрады, қолын кім соңғы алады, сол ұтады дейтін бар еді ғой. Бүгін бізде Лисан автокөлігі, сода ойлаңыздаршы. Бұл автокөлікті қазір 6-дан бастап ойнататын боламыз. Біздің тікелей эфирде, TikTok эфирде көре аласыздар. Мына жерге қазір кіріңіздер, көріңіздер. Ой, енді ол жерде Лисан автокөлігі және де 5 миллион ақшалай сыйлық болатын болады. TikTok'та күтеміз, стримда болыңыздар. Ойлаңыздар, мына 14 емес, Приора емес. Лисан ғой, Лисан. Қатысасыздар ма, не қыласыздар? Ойын кетіп жатыр. Мына жерде қатысушылар жиналып жатыр. Бұл кісілердің, осылардың барлығының стримнан көрсеңіздер болады. Мына жерде қатысушылар жиналып жатыр. Ой, қазір сұмдық болайын деп тұр. Сол үшін TikTok стримді жіберіп алмаңыздар. Сағат 6-да бастап кететін боламыз. Қалайсыздар, жұмыстармен шықтым. Қандай жағдай болса да түр бермей, түрімізді жинап алып, реттеп алып шыға береміз ғой енді. Айтпақшы, менің алдында айта кеткен болатын, ақшалай сыйлықтар берем деген сияқты. Менің подпискамда 99 адамға тіркелген жандарға. Енді соны бүгін әр алдағы уақытта бір 3-4 сағат сайын отқан адамдарды
анықтап ақшаларын беріп көрсететін боламын. Сол үшін де сіздер де құр қалмаңыздар. Әлі үлгермей қалған жандар болса, уақыттарыңыз бар. Подпискамда 99 адамға тіркелсеңіздер болғаны. Менің посттың астына плюсик қалдырсаңыздар болады. Бір рет қана плюсик қалдырыңыздар. Себебі әділетсіз болып қалады. Қаншама адамдар көп плюсик қалдырып жатыр екен да. Бір рет қана қалдырсаңыздар жеткілікті. Сол адамдардың арасынан бүгін біраз анықтайтын боламыз. Біз, бүгін бір өте күшті жерге келдік. Смотрите, адамдардың бәрі жиналып жатыр. Қазір өте қызықты дүние болайын деп тұр. Мен қолымда түсінген адам түсінді ғой, Вот. Десем, вай, менің татем ба бұл? Жан татем. Сифолар тамай. Қош келдіңдер. Мына осы кісінің жасап жатқан жақсылығы халыққа дейік өте керемет. Негіз мен де қатысатын едім, маған ертерек айтқаны. Просто мен эфир жұмыс соқып қалдым да. Мына екі кісі қалай жүр бірге? Бізде бір емес бірнеше реалити шоу болайын деп жатырмыз. Бірнеше реалити. Бірақ енді не үшін кешірек туылмадың деймін да, мен сұрайға ше. Сол, енді өмір ғой. Ничего мы хочется қарамай. Бүгін де мүмкін бір қызықтар болып қалатын шығар, иә? Сол, достар. Мүмкін. Жастарға мүмкіндік беріп қалуымыз мүмкін. Енді кәрілер де оңбады, енді жастардан көріп отырмыз. Кәрілер оңбады, енді жастардан көріп отырмыз. Бізде бүгін басты сыйлық Лисан автокөлік. Қосылайықтың бәрі жиналып. Мә, погода, кайф, кәдімгідей. Кастингтен шықтым. Бүгін тфай, Аллаға шүкір, өте продуктивный күн болып жатыр. Фотосессия жасадым, бір-екі тірлігімді бітірдім. Кастингтерге негізі мен көп бара бермеймін. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын соңғы рет барған шығармын кастингке. Бірақ бүгін қолға алып, бүгін кастингке келдім. Білмеймін, өтем ба, өтпеймін ба, әйтеуір келгенім өзі мен үшін кәдімгідей бір жетістік. Сол, енді Құдай қаласа бәрін қолыма алып, думаю, все будет хорошо. Ал достар, мен алдында обещание бергендей, подпискамдағы 99 досыма тіркелген жандардың арасынан ақшалай сыйлық беремін деп айтқан болатын. Дәл қазір соны бәріміз бірге анықтайтын боламыз. 2 адамға 20 мың теңгеден бергім келіп тұр. Дәл қазір сіздердің көздеріңізше звондап тұрып оны беретін боламыз. Одан бөлек әлі де ақшалай сыйлықтар жалғасады. Так, мен осы посттың астына комментарий плюсик қалдырыңыз деп айтқан болатын. Енді мына жерде 15300 комментарий бар екен. Сол үшін мен бір минут бәрін араластырып отырайын деп тұрмын, чтобы честно болу үшін. 3, 2, 1. Мына кісіге беріпті.